Bizga barchaga xayrli tong. Bugun biz Olmaota қаласына ketamiz. Вот. Поэтому vlog qiziq bo'ladi degan o'ydam. Надеюсь. Hozir biz Olmaota қаласына chiqib boramiz. Soat 10:17 minut qoldi. Biz o'sha tungi жаңбыр jauib ketdi. Ең алдымен мені осы өмірге алып келгеніңізге, жарық дүниеге себепкер болғаныңызға мыңда бір рахмет анашым. Анашым, мен сізден жанашы жан таппаспын. Алматыда 2 күн болды. Бүгін ештеңе түсірмедім. Средний ештеңе болған жоқ. Тек тірліктерімізбен жүрдік. Ал қазір үйге Шымкентке қайтамыз. Мен қазір түсірген материалдарымды көрдім. И онша дауысым шықпай тұр ана самолеттің дауысынан. В общем, біз Шымкент қаласына келдік. Қазір аэропорттамыз. Қалай жүгіріп келдік наконец-то. Папа келді. Папа келді, мама алдыға кетіп қалды, а мен мына жақта чемодандармен келе жатырмын. Достар, барлығыңызға қайырлы күн. Бағана сабақтан шығып жұмысқа келдім, как обычно. Бүгін бізде ауа райы күшті болып тұр, салқын, бұлт. Онымен осы жаңбыр жауып тұр. Кстати, ораза адамдар болса, ниеттеріңіз қабыл болсын. И біз Алматыға барып келдік. Той өте қызық болды. Бірақ мен онша көп түсірмедім влогқа. Так, достар, бүгін 27 апрель. Мен қазір салондамын. Қазір 10-15 минутта мені алып кетеді. Бүгін біздің үйде ауызашар болады. Иә. Біздің үйде қазына келді. Бізде қазір ауызашар болады. Мен дайындық. Вот. Уже азақ уақыт қалды. И біз еще мына жаққа дастархан жайып жатырмыз. Вот, мына жаққа еще клубника. Класс. Біз әр қонаққа су құйып шығып жатырмыз. Вот, компоттар қойылды. Бәрі не то же уже. Басқа адамдар қойғаннан кейін бәрі басқаша қойылып тұр. Везде шыға берді алдынан. Достар, бізде қонақтар қайтты давно. Қазір түнгі 2:30 болды. Вот, мен кішкене телефон шұқылап отыра тұрдым. Қазір енді ұйықтаймын. Вот, барлығыңызға қайырлы түн, ертең кездескенше. Бүгін бізде жұма. Бүгін менің сабақтарым онлайн болды. Ал сабақтан кейін мен әдеттегідей салонға баратын едім, бірақ бүгін бармайтын болдым. Күні бойы үйде боламын, ал ауызашарға әлі қаншама уақыт бар. Сондықтан да бүгін мен уборка жасайын деп шештім өзімнің бөлмемде. Әдемі шкаф, тартпа, барлығы жинастырайын деп. Күнде азанды ерте кетем, кеше келем, ал кешке ауыз ашып болғаннан кейін уже желание болмай қойды. Итак, достар, мен уже жинап болдым. Мына жерге мен қазір душқа түсіп болғаннан кейін киетін киімімді қойдым. Мына менің кимейтін киімдерім, мынаның бәрі. Мына жағы еще. Мыналарды біреуге беру керек. Мынау инектідағы біреу. Мен қазір басқа пакетке салам. И еще мияқтарды жинадым. Мияқты да. Прям онша шашып тұрған сияқты. Кстати, мен жинады бантик сатып алдым шашқа тағатын. Бұны тағам ба жоқ па, білмеймін. Әйтеуір ұнап қалды да. И бір тағармын дедім. Ана косметичкада менде мынандай уходовая косметика бір жолға шыққан кезде мыналарды үлкен қылып алып жүрмейсің, ана шағын оңай. Рахат болады. Осылай. Итак, біз қазір Әсел екеуміз ертеңгі сабаққа дайындалып жатырмыз. Ондай әйтеуір шаршамайды. Кейін көрсеміз. Бағана Әсел екеуміз дайындалдық, презентация жасадық.
бірге дайындалдық. В общем, себебі ерте бірге қорғаймыз. Сосын мен эссе істедім. Неше эссе қорғаймыз, короче. Ертең өте қызықты болады. Мен бір 10-15 минутқа ұйықтап кетіппін уже. И қазір папа өзіне киім алған екен, спортивка. Маған киім көрсетейін деп жатыр, мен вот күтіп отырмын. Короче, мен киндер пингвин кәдімгідей бір коробкасын сатып алдым, 30 штук. Мен өте қатты жақсы көремін киндер пингвин. И ломтик. Вот. Мен бұрында ломтикті коробкасын мен алатын едім ғой. Прям 20 штук болады, на киндер пингвинде 30 штук екен.